Брахмагупта теоремасы. Шеңбердің ішіне диагональдары 90 градус болатын төртбұрыш салынған. Осы диагональдар қиылысқан нүктесінен төртбұрыштың бір қабырғасына перпендикуляр кесінді саламыз. Сол кесіндінің былай қарай жалғастырсақ, мына қабырғаны қандай қатынаста бөледі? 90 градус. Мына бұрышын альфа деп аламыз. Сонда мына бұрышымыз 90 минус альфаға тең. Мына екеуі вертикаль болғандықтан, бұл да 90 минус альфа, ал мына бұрышымыз альфа. Бір хордаға тірелген бұрыштар тең болады, сондықтан мына бұрышымыз да альфаға тең. Мынау альфа болғандықтан, мына қабырғамыз мына қабырғаға тең болады. Бұл тікбұрышты үш бұрыш. Альфаны альфаға қоссақ 2 альфа, яғни мына бұрышымыз 2 альфаға тең болады. 2 альфа, 90 минус альфа. Мына бұрышымыз да 90 минус альфаға тең. Демек, мына үш қабырға өзара тең болады. М және N-нің қатынастары 1/1.